بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Өткен сабағымызда бауырлар Аллахқа деген сенімнің ішінен ат-таухид ар-рубубияны айтып өткен едік. Таухид ар-рубубия дегеніміз Аллах Таала барлық нәрсенің жаратушысы, Раббысы, рызық беруші, барлық нәрсенің басқарушысы, әл-мухи, әл-мумит, жан беруші, жан алушы және күш иесі екеніне иман келтіру, сену дедік. Бұл таухидтың бәрі емес дедік. Егер кім осы айтқан нәрсенің сенетін болса, ол иман иесі болған жоқ. Таухид ул-улухия мен таухид асма ва сифатқа да иман келтірмегенше деген едік. Бүгін иншаллах Аллахтың көмегімен таухид ул-улухияны айтып өтейік. Улухия деген сөзіміз илах сөзінен алынады. Илах деген ғибадатқа лайықты деген сөз. Араб тілінде илах дейді. Ғибадатқа лайықты. Мысалы біз мұсылмандар ла илаха иллаллах деген кезде Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ деген сөзді жариялап отырмыз. Таухидтың негізі де осы. Жалғыз Аллахқа ғибадат ету. Аллахтан басқа ешкім ғибадатқа лайықты емес деп, Аллахқа ғана ғибадат ету. Ал кейбір ғалымдар таухид улухияны таухид ал-ибада деп айтады. Неге? Өйткені ибада болмайтын болса, ол кісі таухид жоқ дедік. Ал ибадат сөзінің мағынасы не? Оған тоқталатын болсақ, ибада сөзіне ғалымдар бірнеше ашықтамалар берді. Соның ішінде мысалы бір екеуін алайық біз. Шейх Ибн Қайим айтады: "Ал-ибада камалул хубби ма камалул худуъ" дейді. Ғибадат дегеніміз толық сүйіспеншілік пен Аллахқа толық мойынсыну дейді. Ибадаттың мағынасы пенде толық сүйіспеншілік пен өзінен махаббат пен Раббысына толық мойынсынуы, барлық бұйрықтарын орындап, тыйым салған нәрселердің бәрінен тыйылу, ол ибада. Әлде Шейх ил-Ислам Ибн Теймия айтады: "Ал-ибадату исмун джами'ун ли кулли ма юхиббуху Аллаху ва ярдаху мин ал-аквали вал а'малил батина вал захира." Ғибадат дегеніміз Аллах Таала жақсы көретін және риза болатын сөздер мен амалдардың, көрінетін, көрінбейтін амалдардың жиынтығы дейді. Демек, ибадат деген ол сондай сөздер мен амалдар, Аллах оны жақсы көреді және риза болады. Көрінетін амал болсын, көрінбейтін амал болсын, жүрекпен болатын, Аллах разы болады және жақсы көреді. Онда пенде, Аллахқа ғибадат етіп атқан пенде сол нәрсені білсін, ол Аллах жақсы көретін және риза болатын істі істеп жатыр. Егер ол пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның алып келген жолына сәйкес болатын болса, әрине. Сондықтан ибадат деген ол әншейін нәрсе емес екен, бауырлар. Ол Аллахқа толық махаббат пен мойынсыну және Аллах жақсы көретін, Аллах риза болатын сөздерді айтып, Аллах жақсы көретін, риза болатын істерді істеу. Сол нәрсені ибада дейміз. Ал ибада жасалған кезде тек қана махаббатпен ғана жасалмайды. Сүйіспеншілікпен ғана емес, керісінше ибадатты пенде Раббысына деген махаббатпен жасайды. Қорқумен және үмітпен. Осы үшеуінің бәрі онда жиналуы керек. Егер Алла Раббысын тек қана сүйіспеншілікпен ғана ибадат ететін болса, онда ол қателесті. Сөйтіп, адасқан топтың амалын жасаған болады. Ат-тасауф дейміз. София, әлде суфизм. Олар Раббысына, Аллахқа ғибадат еткен кезде тек қана махаббатпен ғана ғибадат етеміз деді. Сөйтіп, адасқан надан шейхтардың айтқан сөздері болды. Ей Раббым, егер мен саған жәннатыңды үміт етіп қана ғибадат етіп атқан болсам, оған кіргізбе мені. Егер тозақтан қорқып қана ғибадат етіп атқан болсам, тозақта азапта мені деуші еді. Демек, олар қорқып ғибадат еткен жоқ Аллахтан. Әлде ғибадаттарынан үміт болған жоқ. Керісінше тек қана махаббат. Раббымызды жақсы көреміз. Сөйтіп, Раббымызға ғибадат етеміз. Ал кім Аллахты жақсы көрсе, оны ол тозақта қалдырмайды деген түсінік болды оларда. Аллахқа тек қана қорқу мен ғибадат еткен топ болды. Олар да қателесті. Ал-Хаваридж. Нені үміт етесің? Қандай жақсылықты күтіп жатырсың? Аллах Таала Құранда әміріне қарсы шыққандарды тозақта азаптаймын деп тұрған бір кезде. Сондықтан қорқу болу керек деді. Олар шынында қатты қорықты. Тозаққа түсіп қалудан қорықты.
Аллах Тағала лағнеттеуінен қорқты. Сөйтіп барлық амал оларға күфір болып көріне берді. Ғибадатты қатты ұстанды олар. Шынында тарихқа қарайтын болсақ, олардай күшті ғибадат жасаған кісі болған жоқ. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам олар жайлы айтқан еді. Олардың ғибадаттарын көрген кездеріңде сендер өздеріңді ғибадаттарыңды еш нәрсеге санамайсыңдар деп. Сондай күшті ғибадатта болды. Бірақ олар Раббысына деген сүйіспеншілікпен ғибадат жасаған жоқ. Істеп жатқан ғибадаттарынан олардың үміті болған жоқ. Керісінше қорқу болды тек қана. Сондықтан олар қателесті. Тек қана үмітпен ғана ғибадат еткен топ болды. Әл-Мурджиа дейді оларды. Үмітшілдер. Олар қорққан жоқ. Неден қорқасын? Аллах Тағала мейірімді, кешірімді екенін Құранда айтып жатыр. Кәфір қанша сауап жасаса да, оған жақсылық болмайды. Кәфір қанша жақсы амал жасаса да, оған сауабы жоқ. Өйткені кәфір, онда негіз жоқ деді. Дәл сондай, кім ла иляха иллаллах деп иманды болатын болса, ол қанша күнә жасаса да, оған зияны жоқ деп түсінді олар. Олар да қателесті. Ал әхлі сүнна вал жамаа ақидасын ұстанған топ, олар Раббысына ғибадат еткен кезде сүйіспеншілікпен, үмітпен, қорқумен ғибадат етеді. Бұның бәрі ғибадаттың негіздері. Қалайша Раббысын сүймейді ол? Неге Раббысын жақсы көрмейді? Сонда ойланып қарайтын болсақ, Аллах Тағала оған берген неғметтердің санына ол жете алмайды ешқашан. Құранда Аллах Тағала айтқандай: "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха". Егер Аллахтың берген неғметтерін санайтын болсаң, оның санына жетпейсің деді. Ол жете алмайды. Ал егер ол неғметтің санына жете алмайтын болса, оған шүкір қылып үлгеруі мүмкін емес. Сондықтан ол Раббысын жақсы көру керек. Раббысына деген сүйіспеншілік болу керек. Ол ғибадатқа тұрған кезде Аллахтан разы болып, Аллахты жақсы көріп, Аллахтың берген неғметіне разы болып өзі, сондай махаббатпен тұрып шүкір қылады Раббысына. Тіпті бері қарай Аллах Тағала ешқандай рызық бермей қойса да, ол Раббысына шүкірден қайтпау керек. Неге? Өйткені осы күнге дейін берген неғметін ақысын ол қайтара алмайды. Осы күнге дейін оған берілген неғметке ол шүкір қылып үлгере алмайды. Сондықтан барлық кезде ол Аллах Тағала жақсы көру керек. Және ондай махаббатпен ешкімді жақсы көруге болмайды. Ондай сүйіспеншілікті басқа біреуге қоюға болмайды. Құранда Аллах Тағала Аллахтан басқаны да жақсы көрген бір топ жайлы айтады. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Адамдардан кейбіреулері Аллахтан басқаны оған тең қылып, Алланы жақсы көргендей жақсы көрді. Ал кім Аллахқа шынайы иман келтірген болса, ол Алланы жақсы көргенде ешкімді жақсы көрмейді деді. Қараңыздар, бағана айтып отқан топ Аллахты жек көрген жоқ олар. Аллахқа деген махаббаттары, сүйіспеншіліктері болды оларды. Бірақ Аллахтан басқаны да Алланы жақсы көргенде жақсы көрген айтып отыр. Юхиббунаху кахуббиллах деп тұр. Аллахты жақсы көргенде жақсы көрді оларды дейді. Сонымен мушрик болды олар. وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ал кім Аллахқа иман келтірген болса, ашадду хуббан лиллах. Аллахқа болған махаббаты, сүйіспеншілігі басқа ешкімге болмайды оларды дейді. Сондықтан бірінші орында ол Раббысын жақсы көреді. Ғибадатына асығады. Он тұрған кезде жүректен риза болып тұрады. Мұнафиқтар сияқты тұрмайды ол ғибадатқа. Аллах олардың сипаттарын айтты. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Егер олар намазға тұрса, еріншектікпен тұрады, адамдарға көрсету үшін Аллахты көп еске алмайды дейді. Ол мұнафиқтың намазы. Жек көріп тұрады ғибадатты. Ал мұсылман ондай емес, керісінше асығады мұсылман. Аллахтан қорқатын иманды кісі ол ғибадатқа келген кезде ең пайдалы, ең жақсы, ең абзал істі істейін деп тұрғанын біліп келіп тұрады ол. Сөйтіп ол сондай Раббысына риза болып тұрады, мұнафиқтар сияқты емес. Әлде оған 5 уақыт намаз ауыр болмайды ешқашан. Аллахтың ғибадаты, Аллах жақсы көретін, Аллах риза болатын істі істеу оған ешқашан ауыр тимейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтты ғой. Мұнафиқтарға ең ауыр намаз фажр мен айша. Сондай жақсы намаз. Аллах Тағала ол екеуіне де үлкен сыйлықты уәде қылды. Сондай намазға олар еріншектікпен келеді, әлде келмейді. Ал мұъминде ондай болмайды. Керісінше Раббысына деген махаббат бар онда. Ғибадатқа тұрған кезде ол демалады шынында. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтушы еді ғой: "Я Билал, демалтыр бізді" деп. "Арихна я Билал" дейді, демалтыр бізді. Азан айт, демалайық деген. Олар ғибадатта демалушы еді. Ғибадаттан шаршамайды. Сондықтан мұсылман, Аллахтан қорқатын тақуалы мұъмин намазға әлде ғибадатқа тұрған кезде
Аллахты жақсы көріп, сүйіспеншілікпен тұрады ол. Ешқашан жек көріп тұрмайды ол ғибадатты. Наразы болмайды онан. Керісінше Аллах Тағала оған берген неғметтеріне шүкір қылып, және Аллах оған ғибадат жасауға мүмкіншілік бергеніне қуанып тұрады ол. Ғибадатын жасады ма, иншаллах сол істеген ғибадатына онда үміт болады. Аллах Тағала осы ғибадаттарымды қабыл қылып, иншаллах ақыретте де бақытты өмір сүруімді нәсіп етсін деген үмітте болады ол. Үміттен бас тартпайды ешқашан. Неге? Өйткені үмітсіз ол иблис. Қанша ғибадат жасаса да, ол қанша кешірім сұраса да, қанша тәуба қылса да, Аллах оны кешірмейді. Өйткені ол лағнет деді Аллах Тағала. Ал кім үмітсіз болатын болса, ол иблистің әскеріне айналады. Ол иблиске ғибадат етеді. Сондықтан мұсылман кісі үмітпен тұрады ғибадатта. Шынында Аллах Тағала егер бізге жәннатты бермейтін болса, жағдайымыз не болады? Оны біледі. Сондықтан үмітпен тұрады ғибадатқа, үміт етеді, Аллахтан жақсылығын сұрайды. Және сол уақыттың өзінде онда қорқу болады. Өйткені Аллах Тағала ешкімге міндетті емес қой. Ол ешкімге қарыз емес. Ол ешбірімізге жәннатты ашық түрде уәде қылған жоқ. Керісінше, кім ондан қорқып, тақуалықпен амал жасап, ғибадат жасап, ол риза болатын және жақсы көретін істерді істесе ғана уәде қылды. Ондай болатын болса, ол қорқады. Егер Раббым менен риза болып, ол мені жәннатқа кіргізбесе, жағдайым не болады деген қорқыныш тұру керек онда. Сол үшеуін бәрін бірге жинаумен, иншаллах, ол әхлі сүнна вал жамаа ақидасын ұстанған болады, бауырлар. Ал олардың біреуін ұстанатын болса, бағанағы айтқан адасқан топтардың біреуіне айналады. Демек, ғибадат дегеніміз, бауырлар, ол әншейін нәрсе емес екен. Ол Аллах жақсы көретін және риза болатын іс екен. Оған тұрдық па, біз де өзімізден риза болып тұруымыз керек. Раббымыздың разылығын іздеп тұруымыз керек. Негізінде осы бір ғана міндетіміз емес пе? Құранда Аллах Тағала айтқандай: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Жындар мен адамдарды маған ғибадат етуден басқасына жаратқан жоқпын деді. Бұйырылған бірінші міндетіміз осы. Ал көз алдымызға қойған мақсатымызға бір ғана, ол не? Раббымыздың разылығын табу. Кімден Аллах разы болатын болса, оны разы қылады. Ал кім Аллахтың разылығын таппайтын болса, оның екі дүниесінің бәрі бекер. Сондықтан сол мақсатқа жетуіміз үшін бізге керек бір ғана нәрсе, ол ғибадат. Сол ғибадатқа тұрған кезде пенде Раббысының разылығын іздеп, оны табуға әрекет қылу керек. Ал ғибадат дегеніміз, бауырлар, не ол? Ол тек қана намаз емес. Керісінше ғибадаттың түрлері өте көп. Намаз, зикет, ораза, қажылық, бұның бәрі ғибадат. Шындықты айту, аманатты болу, әке-шешеге жақсылық жасау, туыстармен жақсы байланыста болу, айтқан уәдені орындау, бұл ғибадат. Адамдарды жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, имансыздар, мұнафиқтарға қарсы тұру, бұл ғибадат. Жетімдерге, кедейлерге, мұқтаждарға, хайуандарға мейірімді болу, көмектесу, бұл ғибадат. Аллахты жақсы көру, оның елшісін жақсы көру, Аллахтан қорқу, құрбандық, Аллахтан пана сұрау, әлде Аллахтан көмек сұрау, бұның бәрі ғибадатқа жатады, бауырлар. Осы нәрселердің бәрінде пенде жасаған кезде жалғыз Аллах қана жасау керек. Одан басқа ешкімді қоспау керек. Қандай амал жасамасын, бәрінде көз алдында тұратын бір нәрсе: Раббысының разылығы үшін істейді. Кім осы ғибадаттарды Аллахтан басқа арнайтын болса, ол Аллахқа серік қосқан болады. Улухияда. Өйткені рубубияда Аллахқа серік қосқандар тарихта өте аз болды. Әлемді жаратушы екі жаратушы бар әлемде деген, әлде әр нәрсенің өз құдайы бар деген топтар өте аз болған еді. Рубубияда Аллахқа серік қосушылар. Негізгі ширк ол улухияда келді. Жер бетінде басталған бірінші ширк ол улухияда еді. Аллахтан басқа ғибадат етуге болмайды. Олар Аллахқа ғибадат етіп тұрып, Аллахтан басқа да ғибадат етті. Біраз уақыт өтуімен Аллахтың ғибадаты қалдырылып, басқа ғибадат етіле бастаған еді. Сондықтан осы айтқан нәрселеріміздің біреуі Аллахтан басқа арналатын болса, онда ол кісілер кешірілмейтін күнәні жасаған болды. Дүниеде тәубамен кешіріледі ол, иншаллах. Сондықтан кім оны істеген болса, одан бірден бас тарту керек. Аллахтан басқа ғибадат еткен ол неге ғибадат етеді?
ол тірі жанға, әлде өлікке, әлде жоқ біреуге, жынға, тасқа, ағашқа, аруақ дейді, әулие дейді. Сонан бір нәрсеге ғибадат етіп отыр. Ал бұның бәрі әлсіз, өзіне де басқаға да көмек бере алмайтын, басына келген қиыншылықты, өзіне келген қиыншылықты өзі көтеріп тастай алмайтын бір әншейін мақлуқтар. Олардың біреуіне де ғибадат етуге болмайды. Аллах Тағала өзінен басқа ғибадат етілгенді жақсы көрмейді, разы болмайды. Тіпті ол өзіне жақын періште болсын. Кім Аллахтан басқа періштеге ғибадат ететін болса, Аллах оны кешірмейді. Тіпті өзі жақсы көрген періште болар ол. Әлде өзі жіберген елші болсын, кім елшіге ғибадат ететін болса, оны кешірмейді. Әлде өзі жақсы көретін, өзіне жақын болған әулиелер болсын, салих кісілер болсын, оларға істелген ғибадатты да Аллах Тағала жақсы көрмейді, риза болмайды. Аллах жалғыз ғана өзіне ғана істелген ғибадатты жақсы көреді. Соған бұйырды бізді. Сондықтан Аллах Тағала айтады: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи". Аллах өзіне қосылған серікті кешірмейді. Кім оған серік қосатын болса, оны кешірмейді. "Ва ла тадъу ма Аллахи ахада". Аллахтан басқадан дуа қылып сұрама дейді. "Ва ла тушрику бихи шай'a". Аллахқа серік қоспаңдар. Неге? Өйткені оның бәрінде Аллахтың өзі болу керек. Жалғыз Аллахтан ғана дуа қылып сұра. Жалғыз Аллахтан көмек күт. Үміт етсең жалғыз содан болсын, қорықсаң жалғыз өзінен. Өйткені басқа ешкімнің қолында пайда да жоқ, зиян да жоқ. Соны білуіміз керек қой, бауырлар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Анас бин Маликке айтқан хадисінде: "Я ғулам, инни муаллимка калимат". Бала, мен саған бір сөздерді үйретем. Егер сақтайтын болсаң, егер жаттайтын болсаң, есіңде сақтайтын болсаң, Аллах сені сақтайды деді. "Фа иза саалта фасалилlah". Сұрайтын болсаң, тек қана Аллахтан ғана сұра. Өйткені жақсылық, жамандық, пайда, зиян бәрі соның қолында. "Фа иза стаанта фастаин биллах". Көмек керек болатын болса, Аллахтан ғана күт. Сол ғана көмектеседі, басқа ешкімнің қолында еш нәрсе жоқ. Біл, егер бүкіл уммет жиналып саған бір пайда беруге әрекет қылатын болса, Аллахтың белгілеп жазып қойған пайдасынан артығын жеткізе алмайды. Егер барлығы жиналып саған бір зиян жеткізуге әрекет қылса, Аллах белгілеп қойған зияндан артығы жеткізе алмайды. Қаламдар көтерілді, парақтар кепті деді ғой. Ондай болса бәрі Аллахтың қолында. Одан басқадан дуа қылып сұрауға болмайды. Одан басқаға сүйенуге болмайды. Одан басқадан қорқуға болмайды. Ал кім оны істесе, Аллахқа серік қосты. Сондықтан Аллах Тағала Құранда осы нәрсеге бұйырады бізді. Жалғыз Аллахқа ғана дуа қылып сұрауға. "Вақала раббукум уд'уни астажиб лакум". Раббыңдар айтты, сен менен дуа қылып сұраңдар, мен сендерге берем сұрағандарыңды. Ортаға ешкімді қойған жоқ. Аллах Тағала айтып отыр: "Вақала раббукум уд'уни". Раббыңдар айтты: "Уд'уни, менен дуа қылып сұраңдар, астажиб лакум". Мен жауап берем, мен берем сендерге сұрағандарыңды дейді. Неге? Өзінің қолында. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға айтқан жоқ: "Я Мұхаммад, айт оларға, олар менен дуа қылып сұраса, мен оларға берем" деген жоқ. Керісінше біздің өзімізбен сөйлескендей: "Уд'уни, менен сұраңдар, астажиб лакум", мен берем сендерге деп тұр. Ондай болатын болса, неге Аллахтан басқадан сұрайды? "Вала тад'у мин дуниллахи ма ла янфаука ва ла ядуррук, фа ин фаалт фа иннака минал залимин". Аллахтан басқа саған пайдасы да, зияны да болмағандардан дуа қылып сұрама. Егер сұрайтын болсаң, сен залымдардан боласың. Кімге зұлым жасады? Өзіне өзі. Ал залим кім ол? Мушрик. Аллахқа серік қосты. Ал оған көмекші жоқ. Аллахтың өзінен ғана қорқу керек еді ол. Неге? Өйткені Аллах Тағала Құранда айтты: "Ва ин ямсаска Аллаху бидуррин фала кашифа лаху илля ху, ва ин юридка бихайрин фала радда ли фадли". Егер Аллах саған бір қиыншылықты қалайтын болса, оны тек қана өзі ғана көтеріп алады сенден. Ал саған бір жақсылықты қалайтын болса, ол сенден ешкім тоқтатып қала алмайды дейді. "Юсибу бихи ман яша мин ибадихи". Пенделердің қай біріне қаласа жақсылығын береді, қай біріне қаласа қиыншылығын. Ол өз еркі. Демек, пенде Аллахтан басқа ешкімге сүйенуге, әлде сұрауға, әлде қорқуға болмайтын болды оған. Жалғыз Аллахқа ғана ғибадат ету керек оны. Бірақ өкінішке орай, қазіргі күнде көп пенделер оны ұмытты. Сөйтіп, Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты деп табылған заттар көбейіп кетті. Қабырға да, тасқа да, ағашқа да, басқаға да ғибадат ете бастады олар. Қабырда жатқан өліктерге ғибадат ете бастады. Сөйтіп, Аллах Тағала тыйым салған, пайғамбарымыз алейхиссалам тыйым салған істер істеле бастады. Ал оларға бұл нәрсенің дұрыс емес екенін айтып қой дейтін болсаң, олар: "Я, біз білеміз" дейді. Бұлардың пайдасы да, зияны да жоқ екенін білеміз. Бірақ біз бұлардан сұрап атқан жоқпыз. Осыларды біз байланыс қылып Аллахтан сұрап атырмыз ғой дейді.
Біз әулиеден, аруақтан, тастан, ағаштан сұрап жатқан жоқпыз, әлде өліктен, қабірде жатқан. Керісінше, осылар арқылы тәуассул деді оны олар. Осылар арқылы Аллахқа жетеміз. Осылар арқылы Аллах Тағала шафаат қылады бұларды, шафаатшы қылады бұларды. Сөйтіп біз жақсылыққа жетеміз деп ойлады. Ал бұл сөз біз үшін бөтен сөз емес. Бұны пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мушриктерге дағуат айтып келген кезде, ла илаха иллаллахты айтып келген кезде айтқан сөздер емес пе еді? Олар да дәл осы сөзді пайғамбарымыз айтқан жоқ па? Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтады. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Олар Аллахтан басқа өздеріне зияны да, пайдасы да болмағандарға ғибадат етті дейді. Ғибадат етті олар басқаларға. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Сөйтіп, олар бізге Алланың алдында шафаатшы болады деп айтты дейді. Демек олар ғибадат еткен кезде біз бұлар жаратушы болғандықтан ғибадат етіп жатырмыз деп айтқан жоқ. Бұлар рызық беруші деген жоқ. Бұлар жан беруші, әлде жан алушы деген жоқ. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Олар бізге Алланың алдында шафаатшы болады деп айтты. Сондықтан біз оларға ғибадат етіп жатырмыз. Сөйтіп Аллах оларға жауап беріп отыр. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ. Айт оларға, сендер Аллах білмейтін нәрсені оған үйретейін деп жатсыңдар ма? Аспандарда, жерде білмейтін нәрсесін сендер Аллахқа үйретейін деп жатсыңдар ма? Сонда Аллах кімге шафаатшы болатынын білмей ма? Сендер Аллахқа не үйретейін деп жатсыңдар? Сондай сұрақты қойып жатыр пайғамбарымыз алейхиссалам. Айту, сендер Аллахқа аспандарда, жерде болып жатқан нәрсені үйретейін деп жатсыңдар ма? Кімнің шафаатшы екенін ол білмей ма? Бұл мушриктердің өтірік сөзі еді. Әлде басқа аятта Аллах Тағала бұл жайлы айтады. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Халис дін жалғыз Аллахқа ғана болуы керек емес пе? Халис, шын жүректен жалғыз Аллахқа ғана ғибадат ету керек қой. Ал Аллахтан басқаны өздеріне әулие қылғандар, олар бізді Аллахқа жақындатады деп ғибадат жасады дейді. Оның сөздері сол болды. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى деп. Бұлар бізді Аллахқа жақындататын болғандықтан біз оларға ғибадат етеміз деді. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Олар келіспей жатқан нәрселердің шынында Аллах Тағала олардың арасында хукім шығарады. Қай нәрседе келіспей жатыр олар? Аллах Тағала иншалла хукім шығарып қояды оларды. Қиямет күнінде олар өздерінің шіркін көрген кезде өкінішті болады олар. Аллах Тағала олардың мушрик екенін айтқан кезде, оларды мәңгі тозаққа жіберген кезде біледі олар не істегендерін. Инна Аллаха ла яхди ман хуа казибун каффар дейді. Кім өтірікші кәфір болатын болса, Аллах оны хидаят жолына түсірмейді. Демек Аллах Тағала осы аятта олардың өтірікші екендерін, кәфір екендерін айтты. Және олар хидаятқа бастамайтынын айтты. Неге? Өйткені олар өтірік айтты. Олар бізге шафаатшы болады деп. Шафааттың бәрі Аллахтың қолында емес пе? Шафааттың бәрі Аллахтікі. Аллах кімді қаласа соны шафаатшы қылады. Және кімдерге қаласа соларға шафаат қылдырады. Әркім өзі қалағанынан шафаатшы болып ала алмайды. Аллах Тағаланың белгілеп қойған кісілері бар, белгілеп қойған нәрселері бар. Солар ғана шафаат қыла алады. Пайғамбарлар, періштелер, шахидтер, иншалла. Солардың ішінен қалағанын Аллах Тағала таңдап шафаатшы қылады. Құран, ораза. Оларды Аллах Тағала қаласа шафаатшы қылады. Кімдерге? Өздері қалағандарға емес, керісінше Аллах қалаған кісілерге. Сондықтан Аллах Тағала айтып отыр: айт, сендер Аллахтың білмейтін нәрсесін оған үйретейін деп жатсыңдар ма? Ол білмей ме кімнің шафаатшы болатынын дейді. Сондықтан кім Аллахтан басқаға ғибадат жасап жатқан болса, әлде дуа қылып сұрап жатқан болса, әлде қорқып жатқан болса, әлде үміт етіп күтіп жатқан болса, тіпті мен осы арқылы Аллахқа жақындаймын деген ойдамын десе де, ол өтірік айтты. Ол Аллахқа ширк қосқан болды. Бұл жайлы имам Шаукани айтады, Нил Аутар деген кітапта. Қазіргі күнде қанша қабырлар бар, ислам оған жылайтын болды дейді. Қанша қабырлар салынды. Сөйтіп осы нәрсені исламнан деп санап жатыр олар. Қабырларды үлкен қылып салып, пайғамбарымыз алейхиссалам тыйым салған еді оған. Сөйтіп ол жерлерге барып зиярат қылатын болды. Олар ғибадат жасайтын болды ол жерде жатқандарға. Оның ішінде жатқан
қабір иелерін олар ұлықтайтын болды. Тіпті мушриктер өздерінің пұттарын ондай ұлықтамайды. Сөйтіп осылар келетін жақсылықтың себебі болады, әлде келатқан қиыншылықтың тоқтатуға себеп болады деп түсінді олар. Сондай деп сенді. Зиярат қылып баратын болды ол жерлерге. Сондай құрметтеп, олар үшін құрбандық шалатын болды. Осының бәрін істеп, олар пайда күтіп жатыр. Негізінде бұның бәрі Аллахқа қосып жатқан олардың шіркі деп айтады. Неге? Өйткені Аллах Тағала бұлардың біреуінде Аллахқа жақындауға себеп қылған жоқ. Керісінше Аллах Тағала өзіне жақындағандарды жақсы көреді. Өзіне бірден васила іздегендерді жақсы көреді. Васила дегеніміз ол не? Фарыздарды орындап, Аллахтың бұйрықтарын орындап, тәкаппарлық қылмай, тиым салған нәрселерден тыйылу, ол Аллахқа васила іздеу. Васила деген ортаға әулиені әлде аруақты қою емес. Керісінше Аллахтың өзіне ғибадат жасау. Аллах Тағаланың бұйрықтары келген кезде тәкаппарлық қылмай қабылдау оны. Аллах Тағала тиым салған амалдар келген кезде тәкаппарлық қылмай тыйылу ондан. Сонда олар шынында Алланың мейіріміне лайықты пенделерге айналады. Бұл жайлы Құранда Аллах Тағала айтады. Фурқан сүресінде: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Айбадур Рахман деп айтады. Алланың мейіріміне лайықты пенделердің сипаттарынан олар өтірік куәлік бермейді. Егер олар харам болып жатқан жерден өтсе құрметпен өтіп кетеді деп айтып келеді. Егер оларға тыйым сал, Аллахтың аяттары еске түсірілетін болса, яғни Аллах Тағаланың бұйрықтары еске түссе, олар кереңдер, соқырлар сияқты өтпейді ол жерден дейді. Олардың діндеріне деген құрметі бар. Олар ешқашан өтірік куәлік бермейді, өтірік сөйлемейді олар. Егер харам болып жатқан жерлер болатын болса, Аллах Тағала жек көретін амалдар, жек көретін сөздер айтылып жатқан жер болса, олар діндеріне деген құрметпен өтіп кетеді. Олар ол жерге барып бас иіп, діндерін қорлап тұрмайды. Марру кирама. Құрметті ол. Ислам дінін ұстанып жүрген кісі шынында құрметті ол. Өйткені ислам оны құрметті қылады. Ал кім дінді тастаса, ол қорлыққа. Өйткені дінді тастау қорлық ол. Бұл жайлы Омар бин Хаттаб айтқандай: "Нахну қаумун азилла, а'аzzana Аллах бил ислам, фамахма бтагайна ал-иззата бигайри адаллана Аллах." Қорлықта өмір сүріп жатқан халық едік, ислам мен Аллах бізді құрметті қылды. Егер біз құрметті исламнан басқасынан іздесек, ол бізді қорлыққа қайтарады деді. Сондықтан құрмет ислам. Олар сондай Аллах Тағала жек көретін, Аллах Тағала разы болмайтын сөздер, амалдар болып жатқан жерге келсе, марру кирама, құрметпен өтіп кетеді ондай жерден. Діндерін құрметтеп, имандарын құрметтеп, Аллахқа деген құрметтері, елсін деген құрметпен өтеді. Оны қорлап, имансыздардың қасында тұрмайды олар. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Егер Аллахтың аяттары олардың есіне түсірілетін болса, олар тәкаппарлық пен соқырлар сияқты, әлде кереңдер сияқты өтіп кетпейді дейді. Мына нәрсе фарыз, Аллах Тағаланың бұйрығы орындаңдар деген кезде, олар бірден оған мойынсынады. Раббымыз бұйырды, оны істеу керек деген ойға келеді. Ол өзінің жағдайын ойламайды, денесіне қарамайды. Мен оны істесем қазір қиналып қалам, оны істейтін болсам жақсылықтардан қалып қоям, бұны істесем мен жекеленіп қалам деген қарамайды ол дененің жағдайы не болатынына. Бірінші болып ойлайтын нәрсесі Аллахтың бұйрығы орындау керек деген. Әлде мына нәрсе харам, Аллах Тағала тыйым салды, онан тыйыл деген кезде ол дененің жағдайын ойламайды тағы. Қазір бұны істейтін болсам мен қиын жағдайға түсіп қалам, менен бәрі бет бұрып кетеді, әлде алыстайды деген ойға бармайды. Керісінше оның бірден баратын нәрсесі Аллах Тағала харам қылды ма, оны істеуге болмайды, оның тыйылу керек дейді. Соларды Аллах Тағала көздері ашық, құлақтары ашық деп айтып жатыр. Солар Аллахтың мейіріміне лайықты пенделер. Ал кім оны істемесе, шынында ол керең сияқты, соқыр сияқты. Аллахтың аяттарын көре тұра көзін жұмды. Аллахтың бұйрықтары келіп тұрып оған, оны тыңдаған жоқ. Сөйтті Аллах көз берді, оған құлақ берді, ол оғаннан пайдаланған жоқ. Онымен ол өзін тозақтан құтқаруға әрекет қылған жоқ. Сөйтіп Аллахтың пендесі емес, дененің пендесіне айналды ол. Дененің пендесіне айналды дегеніміз, бірінші болып ойлайтыны дененің жағдайы болып тұр ғой. Осы денеге не пайда, соны істегісі келеді. Бұл денеге не зиян, оны тастағысы келеді. Қай нәрсені дене жеңіл көрсе, сол оған жеңіл, соны істейді. Қай нәрсеге қиналып жатқан болса, оны істемейді. Сөйтіп өзіне өзі ғибадат етіп жатқанынан ол хабары жоқ. Сондықтан Аллах Тағала Құранда бұл жайлы айтады: "Афарайта ман иттахаза илахаху хава." Өз жанын өзіне илах қылғандарды көрдің бе дейді.
Jafiya сүресінде. Өз жанын өзіне илах қылғандарды. Илах дегеніміз не еді? Ғибадатқа лайықты. Демек сондай бір топ бар, ол өзіне өзі ғибадат етеді. Өз жанына өзі ғибадат етеді. Қалай? Соларды Аллах айтып отыр. Өз жанын өзіне илах қылғандарды көрдің ба дейді. Адаллахуллаху аля илмин дейді. Ғылымы болса да Аллах оларды адастырды дейді. Ондай кісілерге ғылымның пайдасы жоқ. Қанша ғылым алса да, қанша ғылым үйренсе де, оған оның пайдасы жоқ, өйткені бірінші орында оның жаны тұр. Өйткені оған Аллахтың бұйрығы келген кезде ол оны итеріп тастап тәкаппарлық қылды да денесінің бұйрығын орындады. Оған Аллах Тағала харам деген бұйрық келген кезде оны итеріп тастады да дене жақсы көрген, нәпсі жақсы көрген нәрсеге ерді. Сөйтіп ғылымнан оған пайда болған жоқ. Вахатама аля қалбихи ва самъихи дейді. Аллах Тағала оның жүрегі мен құлағына мөр басты дейді. Жүрегі ашылмайтын болды оның. Хидаят жолын іздемегендігінен Аллах Тағала оның жүрегін жауып тастады. Ақиқатты тыңдап, оны істеуге әрекет қылмағандықтан Аллах Тағала оның құлағын жауып тастады. Важа'аля аля басарихи ғишава дейді. Оның көзіне Аллах перде қылып қойды дейді. Көзі көрмейтін болды оның. Көзі ашық сияқты. Негізінде ол көріп атқан жоқ нәрсені. Сонша аяттар келіп тұрса да, сонша мұғжизалар, сонша белгілерді көріп тұрса да, ол оны түсініп атқан жоқ, істеп атқан жоқ. Фәмән яхдихи мин ба'диллах. Аллах адастырған кісіні кім хидаят жолына түсіреді? Оған хидаят жоқ енді. Неге? Өйткені оны Аллах адастырып қойды. Сондықтан пенде барлық ісінде, қандай жағдайда болмасын, қандай қиыншылыққа түспесін, бәрінде жалғыз Аллахқа сүйену керек, жалғыз Аллахтан ғана қорқу керек, жалғыз Аллахқа ғана дуа қылу керек, Аллахтан ғана үміт етіп күту керек. Ғибадаттың барлық түрлерін, бауырлар, Аллах қана арнау керек. Шынында, егер Аллах бір қиыншылық бізге қаласа, онан кім құтқарады бізді? Бұл жайлы бір шейх айтады: "Ин кан Аллаху маак, фаман тахаф, ва ин кан Аллаху диддак, фаман тарджу." Егер Аллах сенімен бірге болса, кімнен қорқасың? Ал егер ол саған қарсы болса, кімден үміт етесің? Аллах Тағала Құранда тақуалылармен бірге екенін айтты, сабырлармен бірге екенін айтты, Аллахтан қорқатын имандылармен бірге екенін айтты. Енді инкан Аллаху маак фаман тахаф. Аллах сенімен бірге болса, кімден қорқасың? Ва инкан Аллаху диддак фаман тарджу. Ал ол саған қарсы болатын болса, онда кімден үміт етіп нені күтіп жатсың? Егер шынында Аллах бізге қарсы болатын болса, ол кімге қарсы болады? Аллахның ғибадатына қарсы шыққан кісілерге, Аллах Тағала ғибадат етпегендерге, кәфір болғандарға, имансыз болғандарға Аллах Тағала қарсы. Олар кімден үміт етіп нені күтіп жатыр? Шынында жағдайлар қиын олардың. Сондықтан бауырлар, ең маңыздысы шынында әл-улухия, улухия таухида. Осы нәрсені дұрыс түсінуіміз керек. Осы нәрсені бәріміз жүректерімізде қалыптастыруымыз керек. Бұны ұстанып жүруіміз керек. Бұған бізге көмек беретін ғибадаттар бар. Соларды міндетті түрде орындау керек. Өйткені біз Аллахты жақсы көрмейтін болсақ, біріншісі айтсақ, мысалы, Аллахқа деген махаббат бәріміздің жүрегімізде ояну керек ол. Егер біз Аллахқа деген махаббат болмайтын болса, бізде Аллахқа деген сүйіспеншілік болмайтын болса, оның бұйрығына мойынсына алмаймыз. Пенде қашан Аллахқа ғибадат жасайды? Толық ғибадат жасап, оның айтқандарын орындап, тыйым салған нәрселерден тыйылады. Егер ол шынында Раббысын сүйсе, шынында оның жүрегінде Аллахқа деген махаббат болса, оның жүрегі Раббысына деген махаббаттан толған болса, ол оның бәрін орындайды. Мысалы, әкесін жақсы көрген бала не істейді? Әкесінің айтқанын бәрін орындайды. Нені жақсы көретін болса, бәрін істейді. Нені жек көретін болса, оның бәрін тастайды. Ешқашан әкесіне қарсы сөз айтпайды. Неге? Өйткені оны жақсы көреді. Аллахқа деген махаббатымыз одан күшті болу керек. Ондай махаббатпен біз ешкімді жақсы көрмеуіміз керек. Тек қана сөздің өзі жеткілікті емес қой, мен сені жақсы көремін деген әкеге, әлде Аллахқа, мен Аллахты жақсы көремін тілмен айтып қоя салсақ, ол жеткілікті ме? Жоқ. Керісінше біз оны жақсы көретінімізді, біз оған деген сүйіспеншілігімізді амалда көрсетеміз. Оның айтқандарын бәрін орындаумен. Сондықтан Аллахтың махаббаты барлық пенденің жүрегінде ояну керек. Оны болмаған оның жүрегінде, ол Аллахқа деген ғибадаты әлсіз болады, әлде болмайды. Улухия оның жүрегінде қалыптаспайды. Аллахты жақсы көргенде ешкімді жақсы көрмейді.
мұсылман кісі. Және дуа қылған кезде, әлде үміт еткен кезде жалғыз Аллахтың өзіне ғана дуа қылып сұрауы оның. Барлық жағдайда жалғыз Аллахтың өзіне сүйену, тәуәккүл қылуы Аллахқа. Өйткені басқа біреуге сүйенетін болса, басқа біреуге дуа қылатын болса, ол басқа біреуден үміт етіп күтетін болса, ол Раббысына ғибадат жасай алмайды. Демек, улухия таухидын ұстана алмайды. Шында көмектесетіндер көбейіп кетсе, ол отырып таңдай бастайды. Мынау көке бар, аға бар, Аллах бар. Аллахқа серік қос. Ал бәрі Аллахтың қолында. Аллах қаласа ғана мыналарды қалағаны болады. Сондықтан мен Аллахтың өзінен ғана сұраймын дейтін болса, шынында ол ғибадатын толық мойынсынатын болады. Қорыққан кезде тек қана Аллахтың өзінен ғана қорқу. Өйткені айттық, жақсылық, жамандық, пайда зиян бәрі соның қолында. Одан басқа ешкім бізге еш нәрсені бере алмайды. Аллах берген нәрсені ешкім бізден алып қоя алмайды. Ондай болатын болса, пенде шынынан Раббысынан қорқатын болса, ол оның айтқанын бәрін орындайды. Және істеп жатқан ғибадаттарымыз, амалдарымыз, бауырлар, дүниеде қандай амал болмасын, бәрінде Аллахтың ризалығы үшін деген ниетті істеуіміз керек оны. Талай амалдар бар дүниеде істеп жатырмыз, оны ниет қойған жоқпыз ешқандай. Талай амалдарды жасайды пенде, оған ниет еткен жоқ ол. Оның бәрі бекер болуы мүмкін. Талай амалдар бар, оны рия үшін істеді, басқаларға көрсету үшін істеді. Оның жағдайы не болады? Сондан қандай ғибадат жасамасын, бағана айтып кеткен ғибадаттың түрлері, шындықты айтып жатыр ол, әлде әке-шешесіне жақсылық істеп жатыр, әлде туыстық байланысты күшейтіп жатыр, әлде Құран оқып жатыр, Аллахты еске алып жатыр, дұға қылып жатыр, бәрінде жалғыз Аллах үшін деген ойда тұратын болса, ол шынында ғибадат күшейеді. Ал ғибадат күшейетін болса, онда таухидул улухия қалыптасты. Кімде таухидул улухия болатын болса, онда бәрі бар иншалла. Таухидул улухия бар кісінде рубубия да болады, асма сифат та болады. Ал таухид рубубия да керісінше дедік. Кімде таухид рубубия болатын болса, онда таухидул улухия болмауы мүмкін. Ондайлар өте көп. Өмірде қарайтын болсақ, Аллах бар, барлық нәрсенің жаратушысы, рызық беруші, тірілтуші, өлтіруші деп Аллахқа ғибадат етпей жүрген кісілер қанша? Ал кім Аллахқа ғибадат етіп жатқан болса, таухидул улухияны істеп жатқан болса, демек ол ғибадат етіп жатқан Раббысы барлық нәрсенің жаратушы екеніне иман келтірген. Ғибадат етіп жатқан Раббысы барлық жанзатқа рызық беруші екеніне иман келтірген кісі. Ғибадат етіп жатқан Аллахы барлық нәрсенің Раббысы екеніне сенген кісі. Демек таухид рубубия бар ол кісіде. Кімде таухид улухия болатын болса, Аллахтан басқа ешкім ғибадатқа лайықты емес деп жалғыз Аллахқа ғибадат етіп жатқан болса, ол кісіде таухид асма ва сифат бар. Неге? Өйткені өзінің ғибадат етіп жатқан Аллахы барлық кемшіліктерден пак, есімдері, сипаттары кәміл, оның ешқандай кемшілігі, айыбы жоқ деп сенген кісі. Өйткені кімнің кемшілігі болса, кімнің айыбы болса, оған ғибадат етуге болмайды. Ол Аллах Таала барлық кемшіліктерден пак болғандықтан жалғыз Аллахқа ғибадат етіп жатыр. Онда таухид улухияда, таухид асма сифатта бар. Сондықтан ең маңызды таухид улухия. Осы таухидте адасқандар адасты дедік. Осы таухидте кәфирлер, мушриктер Аллахқа күфір келтірді, серік қосты. Сондықтан иншалла бұл тақырыпты әлі біз көп өтеміз. Ол бір сабақпен әлде екі сабақпен бітетін не емес. Таухид улухия деген ғалымдар бұл нәрседе кітаптар жазды. Ғибадаттың бәрі, өміріміздің бәрі осы таухидтың ішінде, иншалла. Шейхтардан біреу айтады: "Лақад асмa'та лау надайта хайян валакин ла хаята лиман тунади, валау наран нафахта биха ضاءت валакин анта танфуху фи рамади." Егер сен тіріні шақырғаныңда, ол саған жауап берер еді дейді. Егер сен тіріні шақырғаныңда, оған даусыңды жеткізе алар едің дейді. Дұға қылу мәселесін айтады. Бірақ сенің сұрап атқаныңның өмірі жоқ дейді, жаны жоқ дейді. Дұға қылып шақырып атқаныңның жаны жоқ оның дейді. Егер отқа өретін болсаң, ол жарытады дейді. Ал сен топыраққа өріп атсың ғой, шаң. Ол не қандай жарық береді? Демек адам баласы көз алдына қойған мақсаты бар ғой. Сол қара қандай нәрсені мақсат қылып атсың өзіңе. Сұрап атқан кезіңде біреуден жауап беруін күтіп сұрап атсың ба? Дұға қылған кезде ол саған дұға қылып атқан нәрсеңді берсін деп дұға қылып атсың ба? Онда бере алатыннан сұра. Жарық керек болатын болса, сен барып топыраққа өрмейсің, керісінше от жағасың.
Ондай болатын болса бізге не керек? Бәрімізге керек бір нәрсе. Ол иншалла ақыретте бақытты болу, жәннатқа кіру. Көз алдымызда қойған мақсатымыз осы. Ал оған жеткізуші тек қана Аллах. Ондай болса тек қана Аллахтың өзінен сұрайық, бауырлар. Басқа нәрсені өзімізге мақсат қылмайық. Әрбір пенде мақсатпен өмір сүреді. Бұл дүниеде мақсатсыз өмір сүретін ешкім жоқ. Бәрі көз алдына бір нәрсені мақсат қылып қояды. Бірақ соның ішінен кім Аллахтың ризалығын табуын көз алдына мақсат қылған болса, альхамдулилля, сол жеңіске жетті. Өйткені Аллах кімнен разы болса, оны разы қылады. Еш нәрсеге разы болмайтын, ешқашан қанағаттанбайтын пендені ол разы қылады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады: егер адам баласының 2 дала байлығы болса, ол 3-ші даланы қалайды дейді. Байлыққа ол ешқашан тоймайды. Бір пендені отқызып қояйық та, оған барлық байлықты жинап берейік. Барлық әдемі әйелдерді беріп қояйық. Бәріміз қызметші болайық. Разы қыла алмаймыз біз оны. Өйткені оның талаптары тағы көбейе береді. Оған тағы басқа нәрсе керек, оған мәңгі өмір керек, оған тағы басқа мақлуқтардың қызметі керек. Демек, оны разы қылу мүмкін емес. Сонда еш нәрсеге қанағаттанбайтын, разы болмайтын пендені тек қана Аллахтың өзі ғана разы қылады. Бірақ ол бәрін разы қыла бермейді екен. Кімден разы болса, соны ғана. Радиаллаху анху ва раду ан. Залика лиман хашия рабба. Аллах олардан разы болды, олар да Аллахтан разы болды. Бұл кімдер Аллахқа тақуалы болған болса дейді. Кім Аллахтан қорыққан болса, Аллахтың разылығын іздеген болса, көз алдына қойған мақсаттары жалғыз Аллахтың разылығын табу болған болса, альхамдулилля, ондайлардан Аллах Тағала разы болады да, онда разы қылады. Сондықтан көз алдымызда қойған мақсатымыз сол болсын, Аллахтың разылығын табу. Ал Аллахтың разылығын табу үшін пенде әрине амал жасайды. Аллах Тағала нені жақсы көрсе, неден разы болатын болса, соны істейді. Нені жек көретін болса, неден разы болмайтын болса, оны тастайды. Сол арқылы Аллахқа жақындайды ол. Көз алдына көлікті мақсат қылып қойған кісі ақшасын жан-жаққа шаша ма? Жоқ. Ол жинайды. Өйткені көлікке жетпей қалуы мүмкін деп. Еш қаяққа кеткізбейді ақшасын ол. Жинау керек. Неге? Көлікке жетпей қалады деп. Дәл сонда көз алдына Аллахтың разылығын мақсат қылып қойған кісі ол күнә жасай ма? Аллах Тағала жек көретін істі істей ма? Аллах Тағала жек көретін сөзді айта ма? Аллахқа қарсы сөз айта ма? Ол жоқ. Керісінше оның бәрін тастайды. Нені жақсы көреді Аллах? Неден разы болады? Соны істейтін болады. Демек, бір ғана мақсатымыз көз алдымызға қойған бауырлар. Ол Аллахтың разылығы, жәннатқа кіру болу керек. Басқа нәрсені мақсат қылсақ алданамыз. Дүниеде шынымен қазіргі күні өмір сүріп жатқан имансыздардың өмірі сондай. Көз алдына көлікті мақсат қылып қояды. Оған жеткен кезде ары қарай өмір сүру үшін оған басқа нәрсе керек. Үйді мақсат қылады. Оған жетсе енді тағы басқа нәрсе керек. Алданып өмір сүріп, бір күн қараса дүниеден шығатын уақыт келді. Дүниеде 1 сағат өмір сүргенде еш нәрсе қол жеткізген жоқ. Сөйтіп Раббысының алдына ашық алақанмен кетіп барады. Еш нәрсе істеген жоқ ол Раббысының алдына барған. Алданды. Өкініште ол. Кейін дүниеде жеткіміз келген мақсаттардың бәрі уақытша таусылады, өкінішке айналады. Ешкім өзінің көз алдына бір мақсат қойып, соған жетіп, қуанышқа жеткен жоқ. Кім әдемі әйелді мақсат қылып қойған болса, оған жеткен кезде, оның жаман мінезін көрген кезде, қисық пейілін көрген кезде өкінеді. Өкінбесе бір күн Аллах Тағала оны келіп алып кетеді. Айырылады. Демек бітті. Кім көз алдына көлікті мақсат қылып қойған болса, ол көлік бір күн сынады, сөйтеді өкініш болады, басқасын бекер алмаппын деген. Әлде бір күн қирайды, болды, уақыты бітеді, басқасы шығады. Демек, ол бітетін, таусылатын нәрсе. Ал мұсылман кісі көз алдына сондай нәрсені мақсат қылып қойсын, оған жеткен кезде ол бітпесін. Ол таусылмасын. Ол ешқашан өкінішке айналмасын. Жақсылығы бітпейтін болсын. Ол тек қана ақыретте жәнна. Шынында кім жәннатқа жететін болса, иншалла онда өкініш болмайды. Оның жақсылығы таусылмайды, бітпейді. Фиха ла айнун раат, ва ла узунун самиат, ва ла хатар ала қалби башар деді пайғамбарымыз. Жәннатта бар жақсылықты әлі ешқандай көз көрген жоқ. Оны ешқандай құлақ естіген жоқ. Ол жерде адамның жүрегінде ешқандай қатер жоқ деді. Жәннатқа кіргендер жайлы Аллах Тағала Құранда айтқандай: "Ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун". Оларға ол жерде олар ешкімнен қорықпайды ол жерде. Олар ренжімейді деді.
ренжімейтін, қорықпайтын, ешқандай қатер жоқ, жақсылығын әлі көз көрмеді, жақсылықтан ешқандай құлақ еспеді, сондай нәрсені Аллах уәде қылып жатыр. Егер кім ол жақсы көретін, ол риза болатын істі істейтсе, ал кім нәпсі жақсы көрген нәрсені істейтін болса, ол Аллахтың пендесі емес, ол шайтанның, нәпсінің пендесіне айналды. Ол шайтанға ғибадат етті, Аллахқа емес. Сөйтіп ол оған жете алмайды. Сондықтан көз алдымызда қойған мақсадымыз Аллахтың ризалығын табу болатын болса, жәннатқа кіру болса, онда оны жәннаттың иесінен сұрайық. Бақытты болғымыз келсе, бақыт берушіден сұрайық. Тозақтан құтылғымыз келсе, тозақтың иесінен сұрайық. Құтқаруын ол жерден бізді. Жәннаттың иесі Алла, кім оған кіргізеді онан басқа? Әлде оның рұқсатынсыз. Тозақтың иесі Алла. Кім ол жерде бізді азаптауы мүмкін? Аллахқа серік қосып атқандар, бірлерін, әулиелерін сондай құрметтейді. Тіпті кейбірде Алланың атымен ант етеді олар өтірікке. Бірақ шейхтарының атымен ант етпейді. Сондай адасқандар бар. Шейх имам Шаукани айтады, сондайлармен кездестік дейді, өтірік айтады дейді. Олар өтірік айтады да, валлахи биллахи таллахи деп ант етеді дейді. Сол кезде шейхінің атымен ант етші дейтін болсаң дейді, бірден дейді, беті қызарып, басын жерге түсіріп, жоқ, кешір, мен оны айта алмаймын, мен оны істедім деп айтады дейді. Субханаллах. Қандай Аллахқа серік қосу бұл дейді. Сөйтіп сонда олар нені ойлап жатыр? Жәннат Аллахтікі, шейх бізді ол жерге кіргізеді деді ма? Әлде тозақ Аллахтікі, шейхтің айтқанын істемесек олар бізді азаптайды деді ма? Аллахи, жәннаттан кіргіміз келсе жәннатке, онда оның иесінен сұрайық Аллахтан. Тозақтан құтылғымыз келсе, онда иесінен сұрайық Аллахтың өзінен. Өйткені басқа ешкімнің қолында еш нәрсе жоқ. Иншалла, Аллах Тағала бәрімізді ақиқат тыңдап, ақиқат қайырушылардан қылсын иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашһadu ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.